Бізде келесі сабақ оқушылар салқындау үдерісі. Жалпы ыстық су бөлме жағдайында біраз тұрса, оның температурасы салқындап кетеді. Оны баршамыз білеміз, иә. Тоңазытқышқа біз су құйсақ, ол біраз уақыттан кейін қатып қалады. Міне осы процестер бізде, яғни салқындау процесіне, яғни салқындауға мысал болады. Яғни салқындау дегеніміз бұл жылудың ыстық денеден суық денеге өту процесі. Табиғатта салқын мерзім күз айларында басталады. Өсімдіктер сарғаяды, жануарлар, құстар қысқы ұйқыға дайындалады немесе жылы жақтарға ұшып кетеді. Күзден соң бізде қыс келеді. Салқын аймақтарды қар басып, жылы белдеулерде қыс салқын жауын күйінде өтеді. Жануарлар қысты тондарын киіп, түрленіп, қыстан шығатын орынды іздейді. Яғни салқындау дегеніміз біз оқушылар білеміз, жылудың ыстық денеден суық денеге өту процесі екен. Күннен келетін жылу жерге тікелей бағытталғандықтан жылу береді. Жер планетасы күнде көлбеу айналғандықтан күн сәулесі жерге толық жетпейді. Солтүстік жартышарға күн сәулесі аз түсетіндіктен ұдайы суық болады. Мына жердегі суреттен қарасаңыздар болады, яғни солтүстік жартышарда бізде күн сәулесі аз, яғни түсіп тұрғанын. Бізде енді осындай бекіту тапсырмалары, бұл қысқа тақырыптар. Осы бекіту тапсырмаларын қарап, орындап қойыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.